Биыл елімізде 4 миллионға жуық азамат алғаш рет декларация тапсырады. Оны 15 қыркүйекке дейін өткізу қажет. Жалпыға бірде декларациялау 2021 жылы басталған еді. Ол кезде активтер мен міндеттемелер туралы мәліметті мемлекеттік қызметшілер, олардың жұбайлары мен квази-мемлекеттік сектор ұйымдарының басшылары тапсырды. Ал былтыр декларацияны мемлекеттік мекеме қызметкерлері мен олардың жұбайлары, квази-мемлекеттік сектор субъектілерінің жұмысшылары өткізсе, биыл қаңтардан бастап заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары, жеке кәсіпкерлер 250 нысандағы декларацияны тапсырып жатыр. 250 декларацияда сіздердің беретін ақпараттарыңыз ол қолма-қол ақша. Оған шектеу қойылған, 10 мың айлық көрсеткіштен ол аспау керек. Яғни биылғы кіріп атқан салық төлеушілер 34,5 миллион теңгеге дейін қолма-қол ақшаларын көрсете алады. Және шет мемлекеттегі тұрғын үй көліктері болса, банкте есеп шоттары болса, немесе заңды тұлғадағы үлестері болса көрсетуге тиісті. Жалпы табыс пен мүлік туралы декларацияны салық төлеуші кабинеті kgd.gov.kz және е-салық азамат мобильді қосымшасы арқылы тапсыруға болады. Сондай-ақ барлық мәліметті 14 бірыңғай республикалық байланыс орталығына қоңырау шалып білуге болады. Айта кетейік, декларацияны ұсынбаған үшін алдымен ескерту беріледі. Бұл бір жыл ішінде қайталанса, 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады.